саламатсыздар ма? Жалағаш ауданы Теміржігенов ауылы Әбдікәрім Оңалбаев атындағы нөмір 113 орта мектептің 10 сынып оқушысы Қамбардияз. Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам байқауының құрылыс және смарт инфрақұрылым саласындағы техникалық құрастыру бағытының бойынша энергия кешендерін үнемдеу моделін жасадым. Бұл алдарыңызда тұрған модель жай ғана кешен емес, табиғат пен технологияның үйлесімі. Ал енді сіздерге өз моделін таныстырсам, мұнда ғимараттар, және күн электр станциясы, және жел электр станциясы, және атом электр станциясы, жасыл көгалдандыры бар, және жарық көшелер. Ал күн электр станциясы күннен түскен жылуды және ультракүлгін сәулелерді панельдер өзінің бойына жинақтап энергия бөледі. Оның артықшылықтары үнемді әрі тиімді. Жел электр станциясы желдің қатты екпінді лебі арқылы бойындағы энергияны жинақтап, оны генераторға береді. Генератор өз кезегінде өзімізге қажетті мөлшерде энергия тоқ көзін береді. Оның артықшылықтары: табиғи ластануы болмайды, әрі қауіпсіз, әрі мол болып келеді. Атом электр станциясы күн мен желге қарағанда ауа райының қолайсыздығына үнемі жұмыс жасай береді. Жұмыс барысында атмосфераға түйе, түтін шығарылмайды. Қуаттылығы 1 килограмм орнынан алынатын энергия 100 тонна сапалы көмірге тең. Атом электр станциясының айналасына қапталған және алаңға төселген жасыл желектер атом электр станциясына бөлінетін улы газдарды өздерінің бойына сіңіріп ыдыратып, атмосфераға улы газдарды бөлтетпейді. Өз сөзімді қорытындылай кетсем, энергия үнемдеу деп отырғанымыз бұл жай ғана шығынды азайтып қана қою емес, оған жауапкершілікпен қарауды үйретеді. Егер табиғатқа біз зиянын келтірмейтін жолмен энергия көзін алсақ, онда өзімізге де зияны аз тиер еді. Ең таза және ең арзан энергия бұл үнемделген энергия.